Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін мен сендерге формуладан ізделінді шаманы табуды үйретемін. Себебі осы мәселеде көп оқушы қате жібереді. Мысалға, жылдамдықтың формуласын сендер білесіңдер. Жылдамдық тең орын ауыстыру бөлінген уақыт. Енді осы жерден бұл енді ең қарапайым түрі. Мысалға, жолды орын ауыстыруды тапсақ қалай болады? Ара қашықтықты қалай табамыз? Ол үшін S тең не істейміз? Кейбіреулер мысалға V-ны Т-ға бөлеміз деп қояды. Кейбіреулер мысалға Т-ны V-ға бөлеміз дейді. Негізінде қалай болады? Ол үшін сендер былай елестетіңдер. 5 тең 10 бөлінген 2 деп ойлаңдар. 5-тің орнында V тұр. 10-ның орнында S тұр. 2-нің орнында Т тұр. Енді біз 10-ды табу керекпіз. Яғни біз S-ті табу керекпіз. 10-ды тапсақ біз не істейміз? 5 пен 2-ні көбейтеміз, 5 пен 2-ні көбейтеміз. Олай болса, S-ті табу үшін V мен Т-ны көбейтеміз. Мінеке, бұл осылай ойлаңдар. Немесе Т-ны табыңдар. Т-ны тапсақ қалай табамыз? Яғни Т ол бізде 2-нің орнында тұр. Значит, 2-ні тапсаң не істейсің? 2 тең болады 10-ды 5-ке бөлгенге. Олай болса, мына жақта Т-ны табу үшін не істейміз? 10-ның орнында бізде S тұр. Значит, S-ті 5-тің орнында бізде V тұр. V-ға бөлеміз. Міне, өте қарапайым. Енді кішкене күрделендірейік. Енді мысалыға 10-шы сыныптарда Менделеев Клаперон теңдеуі бар. Мысалы, M бөлінген μ RT. Осы жерден, мына жерден V-ны тауып көрейік мысалға. Ол үшін қараңдар, мына жерде мысалға 3-ақ шама болса, мына жерде уже бірнеше шама болып тұр. Ондай кезде біз не істейміз? Былай ойлаңдар ол кезде. Мысалға, мынаның астында, яғни 1 бар деп ойлайық. PV-ның астында 1 бар деп ойлайық. Мына R мен Т-ны M-ның қасына көбейтіп жазып жіберуге болады. Сонда пропорция мынау бойынша мынау көбейтілген мынау тең PV көбейтілген μ. Осылай жазамыз. PV тең көбейтілген μ тең M көбейтілген RT. Көбейтілген 1 бар ғой енді мына жақта, бірақ біз 1-ді жазбаймыз. Сонда енді осы жерден V-ны табу керек. Ал енді сұрақ, V-ны қалай табамыз? Бағана мына жерде бізде оңай болды, 3 қана шама. Ал енді мына жерде бірнеше шама ғой. Енді бұл кезде не істейміз? Ол кезде сендер былай ойлаңдар. 4 көбейтілген 5 тең 2 көбейтілген 10 деп елестетіңдер. Яғни, енді осы жерде мысалға біз V-ны табу керек қой. Біз мысалға 5-ті табу керек деп ойлайық. 5-тің орнында V тұр деп ойлайық та, көлем. Енді осы жерден 5-ті тапсаң не істейсің? 5-ті тапсаң, сен 2-ні 10-ға көбейтіп, яғни 2 көбейтілген 10-ды 4-ке бөлесің ғой. 20-ны 4-ке бөлгенде 5 шығады. Олай болса, мына жерде V-ны тапқан кезде біз бөлшексіз айық. Яғни 2 көбейтілген 10-ның орнында мыналардың барлығы тұр деп ойлайық. Сонда M көбейтілген RT енді бөлінген 4 қой. 4 ол мені табайын деп отырмыз. Ізделінді шаманың қасында тұрған шамалар вот солар бөліміне түседі. Яғни V-ның қасында бізде P және μ тұр. Значит, осы екеуі, яғни қысым мен мольдік массаны бөліміне көбейтіндісін түсіреміз. Сонда V тең mRT бөлінген P μ болады. Тура осы жолмен μ-ді тапсаңдар болады, Т-ны таба аласыңдар. Яғни басқа шамалар белгілі, бір шама белгісіз болса, онда осылай табасыңдар. Мысалы, нені табайық? Мысалға, μ-ді табайық, допустим. Яғни μ-ді табатын болсақ, тура осылай жазып алдық. Енді бірінші кезде осылай жазып жүресіңдер, потом уже қайта-қайта шығара бергеннен кейін уже сендерде автоматически уже біліп тұратын боласыңдар. Яғни осы жерге жазып аламыз PV μ тең mRT. Осы жерден біз μ-ді табатын болсақ, μ тең не болады? Яғни мына mRT бөлінген нені табайын деп жатырмыз? Соның қасындағы шамалар бөліміне түседі. То есть, мысалы, 5-тің орнында μ тұр десек, енді
беске көбейтіліп тұрған 4 бөліміне түсіп кетті, иә? Значит, мюға көбейтіліп тұрған пв бөліміне түсіп кетеді. Мына 2 көбейтілген 10-ның орнында мыналардың барлығы тұр, мрт, ал мына жазылады. Міне осылай. Немесе тағы да бұдан да қатты күрделендіретін болсақ, мысалға мынандай формула бар, иә? Допустим, пайдалы әрекет коэффициентінің формуласы q көбейтілген m 100%, иә? Енді бұны ашып жазады, мысалы кейбір есептерде мысалға көлемді тап деп тұр. Яғни q көбейтілген m-нің орнына ρ көбейтілген v деп біз қосамыз. Яғни m-ді ашып жаздық, ρ көбейтілген v деп. Ал енді осы жерден v-ны тап. V-ны қалай табамыз? Это тең nt, бірінші жазып алайық, q ρ v көбейтілген 100%. Енді бағанағыдай не істейміз? Бірнеше шама болып тұр, біз осы жерден v-ны табу керекпіз, көлемді. Ал қайтадан жазамыз. Этаның астында 1 бар деп ойлаймыз. 100%-ды nt-ға көбейтіп алымына жазып жіберсек болады. Сонымен мынау көбейтілген мынау тең мынау көбейтілген мынау. Яғни пропорция бойынша eta көбейтілген q көбейтілген ρ көбейтілген v тең болады nt көбейтілген 100%. Бірді жазбаймыз, білесіздер. Енді осы жерден v-ны тапсақ, v тең болады. Не істейміз? Мынаның барлығын алымына жазамыз. nt 100, ал мынау v-ның қасында көбейтіліп тұрғандардың барлығы бөліміне түседі. Eta көбейтілген q көбейтілген ρ. Яғни ол бізде бағанағы мына жерде 4-тің орнында тұр ғой. 4 бөліміне түсіп кетті ғой бағана. 4-тің орнында мыналардың көбейтінділері тұр да. Вот осылай табамыз.